Қасым Қайсенов соғыс жанрында қалам тербеген жауынгер жазушы. Оның қаламынан туған қарымды шығармасы «Жау тылындағы бала» повесі жайлы ұсынатын боламын. Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» повесі 1961 жылы жазылған. Повесте автор Ұлы Отан соғысы кезінде жау тылындағы партизандардың басқыншыларға қарсы жасаған зор ерліктерін үлкен тебіреніспен суреттеп жазған. Бұл повесте сұрапыл Ұлы Отан соғысы кезінде Украина жерінде 10 жасар қазақ баласының партизандар қатарында болған қилы өмір соқпағы суреттеледі. Ол майор Мергенбаевтың ұлы, атасының қолында ауылда оқып, жазғы каникулда қаладағы әке-шешесіне келеді. Көп ұзамай соғыс басталады. 10 жасар серікті Жамал жетектеп, эшелонмен ауылға кетпек болады. Жау бомбалап, эшелон қирайды. Жамал жау оғынан қаза табады. Тұтқиылдан басталған сұрапыл соғыс салдарынан әкеден тірідей, анадан өлдей айырылған қазақтың 10 жасар баласының тағдыры әрі қарай не болды деп ойлайсыздар? Әрине сіздерді повесть желісі қызықтырады деп үміттенеміз. Олай болса кітапханаға келіп, осы кітапты алып оқуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл әдеби лирикалық драма жанрында қызықты жазылған шығарма. Әр оқырман шығармадағы кейіпкерлердің жан дүниесін сезініп, олармен бірге күн кешкенде сезімде болады. Сондықтан да «Жау тылындағы бала» повесін барлығына оқуға кеңес береміз. Қасым Қайсенов 1918 жылы 23 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Асубұлақ ауылында дүниеге келген Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазушы, Ұлы Отан соғысының ер жүрек батыры, әйгілі партизан, көз тірісінде аты аңызға айналған халқымыздың қайталанбас біртуар даңқты перзенті. Қасым Қайсенов жер бетінде бұрын-соңды болмаған шайқаста жауға етегінен шалдыртпай, жағасынан алдыртпай өткен еңіреген ер, басқыншы жауды қарадай қалтыратқан атақты Вася партизан. Халқымыздың күллі азаматпен бірге жасаған ұлы ерлік дастанының ең басты қаһармандарының бірі.